Ассаламуалейкум қадірменді телегөрермендер. Бүгінгі Қазақ білсін бағдарламасында біз сіздерге үйдің еденін қалай жылылауға болады, соның әдіс тәсілдерін көрсетеміз. Олай болса, бізбен бірге болыңыздар және мұқият қараңыздар. Бүгін сіздерге дәл осы бөлменің жылы еденін тартуды көрсетеміз. Қалай тартылады, оның қандай артықшылықтары бар екенін айтамыз. Ал енді оны бізге көрсететін не Берік деген ағамыз. Ассаламуалейкум аға. Ағамыз қазір біраз жүйесін жүйелеп тартып қойған екен, біраз жұмысы бітіп тұр. Енді бізге аға осы жылы еденнің қандай артықшылығы бар екен бір ашып айтып берсеңіз. Неліктен көп адам осы жылы еденге қазір ауысып жатыр? Енді қазір Алланың қалауымен бұрынғы заманда негізінде едендер тақтайдан болған. Қазір ана суық астынан көп кіреді деген оймен жаңа тақтайдардың бәрін алып тастап, осында бірінші жаңағы бетон құйып, цементтеп, одан кейін барып, жаңа осы жылы еденге көшті. Фольганы құр төсейді да, соның үстіне шланг жүргізіп жатады. Ол негізінде болмайды. Мүмкін болса, енді әркім өзінің несіне қарайды ғой. Міне мынандай. Пенопласт деп айтайық. Пенопласт. Мынау үштік. Бестік қойса да болады. Кейбір адамдар айтады, бұл полға қойған кезде бұл жаңағы басылғанда мұзылып кетеді деп ойлайды да. Бұл негізінде олай емес. Бұның сыртына жаңағы фольга төселгеннен кейін міндетті түрде мынандай сетка тасталу керек. Мына сеткамыз тұр мына жерде. Мынандай сетка. Бұл өңнен кейін бұның бір артықшылығы жаңа үстіне тастағанда. Бұл жаңа бетонның жарылып кетпеуіне бір шетінен себебі бар. Жақсы не қылады. Одан кейін екінші рет көп адамдар мына теплый полдың жаңағы шлангысын тастағанда әрбір байланатын жерге шеге не басқа бір нәрсе қағады. Мынау жаңағы байлай салғанға да оңайда жақсы. Дәл осы жылы еден болса, арнайы төсектің қажеті жоқ. Еденге аунап ұйықтай бересіз ғой. Бір жағынан жақсы екен. Енді бізге нақты қай жерден басталады, бұған қандай мына трубаларды тартады шлангы дейміз ғой енді. Қалай биіктеді соны бір нақты көрермендерімізге көрсетсек. Ал көрермендер сіздер мұқият болсаңыздар, сіздерге осы жылы еденнің қалай дұрыс жүйесінің тартылу керектігін көрсетеміз. Мына біздің істетіліп диаметрі қанша? Диаметрі 1/6. Міне, мына жерде жазу бар, 1/6. 1/6. Ал жаңа мына шлангының қалыңдығы 1/6 деген мына ортасындағы кеңдігі. Түтіктің жүретін жері. Ал мына шеті қалыңдығы 2 мм, көрдіңіз бе? Қалыңдығы 2 мм. Бұл негізінде бұның басты мән беретін жері мына шлангыны тартқан кезде шлангының бүйтіп бүктеліп қалмауына көп мән беру керек. Мына шлангыны бүктеген кезде абайлап бүктеу. Өңі түзеткен кезде кейбір адамдар түзеткенде былай түзетеді, міне көрдіңіз бе? Осы жер кейін жаңа су жүргенде кедергі жасайды мынау. Бірде болса судың қатып қалуы, судың дұрыс жаңағы жүрмеуі бәрі осындайға жаңағы себеп болып қалуы мүмкін. Бірінші нені тастап алуымыз керек қой? Пенопластын тастап алуымыз керек. Әрине. Тегістеп. Бұл жерде енді пенопластан бастайық. Мынандай жер жаңағы бетон стяжка дейміз ғой. Құйылғаннан кейін, бетон құйылғаннан кейін. Мынандай жаңағы пенопласт тасталады. Пенопласт тастаймыз, Пенопласт тастаймыз. Одан кейін барып бұл пенопласты тастаған кезде де бір-біріне тақап қозғалып кетпейтін деп әдемілеп мына бір-бірінің жаңағы жиектерін келтіріп, бірінің үстіне бірін шығармай, жаңағы жиектерін бір-біріне келтіріп, содан кейін барып мына фольганы төсейміз. Енді бұл фольга не үшін? Мынау жылы, онсы да жылы. Ал енді мына фольга не үшін төсейміз? Мына ыстық ауаны ары қарай сыртқа қарата жібермейді, жерге қарата жібермейді. Бұл сол үшін төселеді, көрдіңіз бе? Мынау суықты бері қарай кіргізбейді. Көбінесе жаңа айтып отырмыз ғой, мына фольганы пенопласт төсемей, мынаны ғана төсейді. Бұл ыстықты ары қарата өткізбей, бірақ ар жақтан келген суықты жіберіп қоя береді. Жұқалау мынау, көрдіңіз бе? Сондықтан да көп адамдар жаңағы пенопласт тастамайды, фольга тастап, одан кейін теплый полымыз дұрыс болмады деп жаңа реніш білдіріп, жаңа теплый полға жаңа сөйтіп кей кезде түсініспестікпен қарап жатады да. Мынау астына төселген, қадірменді көрермендер, астына төселген мына пенопластымыз үштік, Бұл астынан келетін ызғарды жоғары шығармайтын болса, ал мына фольгамыз арнайы жұқа. Бұл жылуды астына түсірмей деген, жоғары бетіне қалады. Яғни үйдің жылы болу үшін барлық жағдай қазір жасауға мүмкіндіктер бар екен ғой. Осылай төселеді не? Жылтыр төсеніш бөлменің ең шеткі бұрышына дейін толықтай төселгеннен кейін, оның үстіне тор темірді тастаймыз. Бисмилля. Ал көтеріңіз. Сетпен төсейміз. Берілген сеткеге де мән беру керек та көбінесе. Кейбір сеткілер
төсегенде мысалы қазір қараңыз не көрдіңіз бе? Былай болып қалуы мүмкін. Сондықтан мына сетін Айландырып тастау керек, міне осыған да мұқият болу керек екен, көрермендер. Астынан жіберейін ба? Су жүретін шлангілерді бекітудің бірнеше тәсілі бар. Оның бірі арнайы бұрғымен бетонды тесіп шегемен ұстатуға, және біз сияқты тор темір тастап оған шлангыны байлап тастауға да болады. Бірнеше тәсілдің ішіндегі ең ыңғайлы әрі уақыт жағынан тиімдісі тор темірді тастап шлангыны торға байлай салу екен. Сондай-ақ тор темір бетінен құйылатын бетонның жарылып кетпеуіне де септігін тигізеді. Мына шлангыны бүйтіп байлау үшін әдейі мынандай кешеден қиып жүрмеу үшін мынандай визуальный проволоканы қиып аламыз да, байлайтын жаңағы сым темірді. Көрдіңіздер ме? Осындай ғана. Енді өзіңіз айтқан сияқты екеуін екі шлангы қатар алып жүре береді. Жаңағы міне байқасаңыздар, екі мына тұрбамызды, шлангымызды қатар алып жүріп байлайды екенбіз. Енді бұның арасын қанша сантиметрден байлаған жақсы? Бұнан шлангы көрдіңіз бе? Міне белгілі тұр. Бұл негізінен шлангы мынау артаманнан байласаң, шлангының ортасы шышып кетуі мүмкін. Сондықтан да адам жаңағы өзіне ыңғайлырақ, көрдіңіз бе? Әрбір қозғалып кетпейтін шлангы әрбір жүрмеу үшін мынандай жерлерін аламыз да. Былайынан байласақ. Мына енді астынан екі астындағы торымыздың да екі қиылысқан жерлеріне байласақ, оңға солға кетпейді, сап тұрады. Мына жақтан байласа, мысалы, кетіп қалуы мүмкін ары бері сырғанап. Мысалы, мынау былай қараңыз. Мынаны былай байласаңыз, былай байланған жағдайда. Мынау былай кетіп қалуы мүмкін да. Сондықтан да, егер мүмкін болса, міне дәл осындай кезде, осындай жерлеріне мұқият болу керек екен. Мынандай жеріне бүйтіп байлаған кішкене абзал да ол. Жақсы міне көрдіңіз ба? Шлангыны қалай төсеу керек екендігін айтып өтейік. Арнайы жылу қазандығына жалғанатын тұстан шлангыны үй бөлмесінің қабырғасын жағалай, спираль тәрізді бірнеше айналым жасап барып, екінші ұшы жылу қазандығына қайта қосылады. Нәтижесінде шлангілер еденді толық қамтып шығады. Бұл енді цемент қосылған ғой, сондықтан да цемент қосылған. Тез дегітіп кетеді, сондықтан араластырып. Міне осылай екі жақтап шлангының ең соңғы бөлігін тор темірге мықтап байлап тастадық. Ендігі кезек оны жылу қазандығына қосу. Жылы еден үйдің жылу жүйесіне коллекторлар арқылы қосылады. Жылу қазандығынан шыққан ыстық суды коллекторлар әр бөлмеден келген шлангілерге бірдей мөлшерде бөліп беріп отырады. Коллектордан шыққан су бөлменің барлығын бір келкі айналып шығып, екінші түтігі арқылы жылу қазандығына қайта қосылады. Осы жүйе дұрыс жүзеге асу үшін міндетті түрде су айдайтын насос болуы керек. Ал барлық іс біткеннен кейін шлангының үстіне бетон құйылады. Бұл істегі ең ауыр шаруа да осы бетон құю болса керек. Енді аға, өзіңіз айтсаңыз, қанша сантиметр болу керектігін? Бұл негізінде мына төселген шлангының үстінен 3 см, мынау осының биіктігі ғой. Мына әдейі содан не жоғары болып кетпес үшін осындай зат қойсаңыздар жақсы. 3 сантыдай. Негізінде астымен 2 сант, сонда 5 сантының көлемі ғой, 4,5-5 санты. 4 болады негізінде. Сонда мына правила дейміз. Мына тегістігі шығу үшін көрдіңіз бе? Мына жерде назар аударсаңыздар, міне де тағы біреу жатыр міне. Мына екіншісі мына жерде. Мына правиламен нені алып жүреміз. Бұл тегістік үшін. Ақырын үстін тегістеп жасаймыз. Бетонды жасап алғаннан кейін арнайы арбамен тасып құяды. Бетон цементтен жасалғандықтан да барынша тездетіп құйып тастағанда жақсы. Міне, құрметті көрермендер, үйіңізге дәл осындай жылы еденді салуға да көздеген болсаңыз, біз көрсеткен сияқты, Берік ағамыз айтқан сияқты жасасаңыздар, жылы еден жүйесі дәл осылай тартылады. Ал енді бүгінгі сіздерге көрсеткеніміз, бұл сіздер білсін деген мақсат. Біздің қолдан келген дүние сіздердің де қолдарыңыздан
келер сөзсіз.